Ассалаумағалейкум досым, мен саған видео бастамай тұрып Аско YouTube деген бауырым досың деп отыр. Достар, бұл бала қызықты видеолар түсіреді, прокачка, қалай тегін жүз алмас, қалай баг, сонда киви арқылы донат жасайды тез достар. Короче, осы баланың анасын тіркеліп, лайк басып кетейік достар. Өйткені осы балада уже конкурс болып жатыр, мен уже конкурстың спонсорын алып қойдым достар. Давайте бәріміз кіреміз, подписаться етеміз, арнаға әрине жазамыз. Ал достым, ассалаумағалейкум құрметті досым, қалайсың, амансың ба? Я досым, мен саған бүгін өте күшті жаңалық айтқым келіп отыр. Сендер қалай майна алмаз қалай табасыңдар десеңдер, мен сіздерге бір жаңалық айтқым келіп отыр. Тез табудың жоспары дегенде, амал дегенде. Короче, достар, былай істейік. Мен сіздерге бүгін көрсетемін. Бір айдың ішінде 60 алмазды табуға болады. И то қалай дейсіңдер, сол үшін мен сіздерге бір қысқа болса да ролик істейін деп тұрмын. Ол үшін арнаға жазылып кет бауырым. Бізде уже 2К 2000 подписчикке жеттік. Сіздердің арқарыңызға көп рахмет. Уже емеде дамып келе жатырмыз енді алла қаласа достар, көреміз тағы да 3К 4К 5К уже емеде достар көретін боламыз. Короче, достар, мен сіздерге қарай тауық өлігін көрсететін боламын. Егер инновация жазып кетіңдер, көп күшті рахмет, білетін боламын бір нәрсе деп. Я достар, короче, сіздерге міне көрсететін боламын. Міне бірінші біздер магазинге кіреміз. Сосын жақта міне любой қандай магазинге кіргеннен кейін сіздер новый или запас деп тұрады. Короче, запасты басасыздар, мына бір алмазды басасыздар. Сол кезде алғаннан кейін достар, бір алмаз болады деген ойлаймын сіздерден. Алғаннан кейін сіздер челлендж деп миссияда деген біз 3 алмаз деп мен көріп, мен уже алып болмағанын істедім. 3 алмаз, сосын күніне сіздерге 2 алмаздан келіп тұрады достар. Бұны мен достар смайлдан көрдім. Егер сенбесеңіздер, ұрладың бір нәрсе десең жоқ, тек смайлдан ғана көрдім, басқа ешкімнен көрген жоқпын. Достар, егер осындай видео сіздерге қызық ұнап жатса, білесіздер не басу керек екен. Смело лайк басып, арнаға жазылып кетейік. Ал досым, пока-пока.